Барлықтарыңызға сәлем достар. Жаңа жыл мерекесіне өте аз уақыт қалды. Ал сіз әлі де жақындарыңызға қандай сыйлық сыйлауды білмесеңіз, онда осы видеоны міндетті түрде көріңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен үй жағдайында өте оңай сыйлық жасауды үйренеміз. Бірінші сыйлыққа идея ол осындай бокс. Бұл боксты ұл балаларға да, қыз балаларға да сыйлауға болады. Бұл боксты жасау үшін бізге осындай шағын коробка қажет болады. Одан кейін оның ішіне сиятындай етіп блокнотты саламыз. Және де сол блокноттың түсімен бірде қалам керек. Одан кейін оның үстіне осындай түрлі түсті қағаздармен қиып, бетіне қойып қоямыз әдемі көріну үшін. Одан кейін коробканың бетін жабамыз. Осымен біздің боксымыз дайын болды. Келесі сыйлыққа идеямыз ол осындай кішкентай коробочка ішінде тәтті заттармен. Оны жасау үшін мен осындай А3 форматындағы қағазды қиып алдым. Себебі қатты болу үшін және диск, қалам, осындай ленточка, сызғыш және де қайшы қажет болады. Ең алдымен біз дискімізді осылай қағаздың бір бұрышына қойып аламыз да, оны дөңгелек етіп сызып шығамыз. Одан кейін сызғышымызды дөңгелектің дәл ортасына қойып осылай сызып шығамыз және де жанынан да осылай сызамыз. Ал одан кейін дөңгелегіміздің бір шетіне жаңағы дискімізді қойып, тағы да бір дөңгелек сызамыз да, оның да ортасын дәл осылай сызғышпен сызып шығамыз. Одан кейін дөңгелегіміздің бұрыштарын осылай дискімен сызып шығамыз да, ал енді осының барлығын қайшымен қиямыз. Енді біз жаңа қаламмен сызып алған жерлерімізді, яғни шеттерін барлығын осылай мен көрсеткенде қайырып шығамыз. Сыйлығымыз дайын болды. Бұл өте кішкентай болғанымен өте әдемі көрінеді және де кез келген адамға ұнайтынына сенімдімін. Келесі сыйлыққа идеямыз ол осындай аю кейпіндегі кітап. Егер де сіз кітап сыйлайтын болсаңыз, оны жай ғана беріп қоймай, сыртын осылай әдемілеп берсеңіз, ол өте жақсы болады. Оны жасау үшін бізге бірінші кітап қажет, одан кейін А4 форматындағы қағаз түрлі түсті, одан кейін клей, скотч, қалам және де аюдың кейпін жасау үшін бізге осындай оның құлақтарын, көздерін барлығын осылай қиып аламыз да, ал енді бастайық. Ең алдымен осы кітабымызды жаңағы қағазбен осылай жауып, орап аламыз, скотчпен жапсырып.
осымен видеомыз аяқталды. Видеоны ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.